Шымкентте қазіргі таңда 92 мешіт қызмет етіп келе жатыр. 92 мешіттің түгелдей барлығы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының филиалы. Жағдайы бар азаматтар мен мешіт саламын дейді да, өзінің жеке меншік жеріне мешіт салады да, содан мешітті өзінің әкесінің атын береді, басқа қылады. Сондай мешіттер өте көп болатын, 23-ге жуық мешіт болатын. Қазіргі таңда соның екеуі қалды. Негізі біздің былтырғы жұмыс осы мен басымдылық бердік. Мемлекет сенім артып отырған жаңғыз құрылым ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Барлық мешіттер сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы филиал болу керек. Жеке меншіктің атында, жеке тұлғаның атында деген мешіт қазіргі таңда болмау керек деп ойлаймын. 5 бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Сол 5 бағыттағы жұмыстардың барлығы 100% орындалып жатыр. Біздің мегаполиста 4 республикалық ақпараттық насихат топ мүшесі бар. Және уағызшылар құрамы бар. 21 адамнан құралған. Жергілікті ақпараттық насихат топтары бар. Асыл дініміз ислам еш уақытта адам баласына қиыншылықты, ауыртпашылықты қаламайды. Пайғамбар алейхиссалам хадистер бар ғой. Яссиру уәлә туассиру, оған жеңілдетіп үйрет, ауырлатпа дегенше. Оған біз қазір үйтпесем мынандай болады, бүйтпесем мынандай болады. Сақал міндетті түрде өсіруің керек деген сияқты мәселелерді айтатын болсаң, олар сақал деген сүннет. Бұл жерде пайғамбар алейхиссаламның сүннеті арқылы біз халықты қашырып алмауымыз керек. Бір жеке өзімізге сауап істеймін деп басқаларға исламды жеккөрінішті көрсетпеуіміз керек. Қайта керісінше исламды өте көркем, міне осындай екен ғой имамдар деген сияқты көрсетуіміз керек.